Қайырлы күн. Жоғары аграрлық техникалық колледжінің СТ 531 топ студенттері. Бүгін біз биологиялық химия және клиника биохимиялық зерттеу әдістермен пәнінен нуклеин қышқылдары ДНК тақырыбын өтеміз. Сабақтың мақсаты студенттерге жалпы нуклеин қышқылдары туралы білім аясын кеңейтіп, ДНК қызметі мен маңызы туралы мағлұматтар беру. Нуклеин қышқылдары тірі ағзадағы тұқым қуалайтын ақпараттарды сақтай отырып, оны келесі ұрпақтарға жеткізетін күрделі құрылысты молекула. Нуклеин қышқылдарын жасуша ядросынан 1868 жылы Мишер тапты. ДНК полимер, оның мономерлері 4 нуклеотид: аденин, тимин, цитозин және гуанин. ДНК молекуласы 2 жіпшеден тұратындықтан молекулалық массасы нәруыздан жоғары болады. Нуклеотид тізбектері азоттық негіздері арқылы сутектік байланыспен өзара байланысып, қос сақиналы ДНК айналмасын түзеді. 2 нуклеотид аденин мен гуанин 2 сақиналы болып келеді. Пуриндік негізге тимин мен цитозин 1 сақиналы болып келеді. Пиримидиндік негізге жатады. ДНК құрымын ашуға еңбек сіңірген ғалымдар 1951 жылы американдық биохимик Чаргов ДНК молекуласының құрамына 4 нуклеотид кіретінін тапты. Ал Франклин болса, осы ДНК молекуласын рентгенограммалық суретін бірінші түсірген ғалым болып табылады. Ал ДНК молекуласын 2 жіпшеден тұратынын және олардың азоттық негіздері оралымының ішінде қалып, өзара сутектік байланыспен байланысатынын 1953 жылы Уотсон мен Крик рентген құрылымдық әдіспен дәлелдеді. ДНК молекуласының құрылымдық моделін ашқан ғалымдардың бірі ол ағылшын биофизигі әрі генетигі, молекулалық биология саласында зерттеу жұмыстарын жүргізді. Уотсон мен бірге ДНК құрылымының моделін жасады. ДНК молекуласының құрылымдық моделін жасаған үшін Фрэнсис Крик 1962 жылы халықаралық Нобель сыйлығына ие болды. Ал Джеймс Уотсон болса, молекулалық биология саласында зерттеу жұмыстарын жүргізген. Нәруыз биосинтезі кезіндегі РНК-ның рөлін, ДНК молекуласының құрылымдық моделін жасаған үшін 1962 жылы Нобель сыйлығының иесі болды. Құрамында азоттық негіз, рибоза немесе дезоксирибоза және фосфор қышқылының қалдығы кіретін қосылыс нуклеотид деп аталады. Жалпы нуклеотид 2-ге бөлінеді: пуриндік және пиримидиндік. Пуриндік бұл аденин және гуанин болып табылады. Ал пиримидиндікке тимин, урацил және цитозин жатады. ДНК-ның химиялық құрамы, яғни қос сақиналы бұл аденин және гуанин болып табылады. Ал ДНК-ның бір сақиналысына тимин және цитозин жатады. Ғылыми таңбалану, яғни аденин үлкен А мен, тимин үлкен Т мен, цитозин үлкен С мен және гуанин үлкен Г әрпімен белгіленеді. Мына жерде ДНК-ны құрайтын 4 нуклеотид бейнеленген. ДНК-ның қосарланған орамасының бөлігі. ДНК-ның екеселенуі. Жасуша бөлігінің алдында ДНК екеселенеді. Яғни жасуша бөлінуге даярлық кезінде міндетті түрде екеселенеді. ДНК-ның екеселуін 1958 жылы Мейсельсон және Сталь дәлелдеді. Ал ДНК-ның пішімдеріне келетін болсақ,
молекуладағы нуклеотидті құрамына және иондардың концентрациясына байланысты ДНК қос оралмасы тірі организмдерде әртүрлі пішінді болады. ДНК-ның бұзылуы. ДНК әртүрлі мутагендердің әсерінен бұзылуы мүмкін. Ондай мутагендерге тотықтырушы және алкилдеуші заттар, жоғарғы электр қуатты электромагнитті радиация, ультракүлгін және рентген сәулелері жатады. Көптеген мутагендер екі көрші жұптың арасына тұрып қалады. Олар ары қарай ену үшін ДНК екі жіпшесін тарқатуға тырысады. Мұндай жағдайда алдын алуда химиотерапия жүргізіледі. Яғни бұл жерде теломер құрылымы. Сызықты хромосомалардың соңында теломерлер деп аталатын ДНК-ның арнайы құрылымы болады. Бұл бөліктердің негізгі қызметі хромосомалар соңының тұтастығын сақтау. Сондай-ақ теломерлер ДНК-ның соңында да деградациядан сақтайды. Яғни ДНК нәруыздармен әрекеттесуі. Гистондармен, мына жерде ДНК гистондармен әрекеттесуі, гистондардың негіз амин қышқылдары ДНК қышқылдары фосфатты тобымен әрекеттесуде. Транскрипция факторының ДНК әрекеттесуі. Бұл жерде бұзылған ДНК легирлеуші ДНК полимеразы. Яғни бірнеше бірдей нәруыз молекулаларынан тұратын сақина тәрізді құрылымы. Генетикалық рекомбинация. ДНК екі оралмасы әдетте ДНК өзге бөліктермен әрекеттеспейді. Сондықтан адам жасушасында әртүрлі хромосомалар ядрода кеңістік бөлінген. Әртүрлі хромосома арасында арақашықтық тұрақты ақпарат тасушы ретінде ДНК қабілеттілігі үшін маңызды. Яғни ДНК-ның нанокомплексі фуллерен. Қазіргі таңда жасанды ДНК синтезделеді. Яғни жапон химиктері тарихта тұңғыш рет зертханалық жағдайда толықтай жасанды құраушылардан тұратын ДНК молекуласын синтездеді. Ғалымдардың ДНК жасау техникасы болашақта гендік терапияда, сондай-ақ компьютерлер мен сақтау жүйелері үшін керемет төңкеріс жасамақ. Осы тақырыбымызды қорытындылай келе, дезоксирибонуклеин қышқылы, яғни ДНК, бір-бірімен кезектесіп, тізілген дезоксирибозы қанты мен фосфор қышқылы қалдықтары бар, шиыршықталған қос оралымды екі полимерлі жіпше түрінде болады. Бұлар оның молекуласына қышқылдық қасиет береді. Полимерлік жіпшенің әрбір қант қалдықтарына түзу бұрыш бойында азоттық негіздердің біреуі байланысады. Адидин немесе тимин, цитозин немесе гуанин. ДНК молекуласы нәруыздар туралы ақпаратты сақтау және жүзеге асыру қызметін атқарады. Сондықтан да молекуласының бір полипептидтік тізбегі жайлы ақпаратта жазылған ДНК цистрон деп аталады.